Сәлеметсіздер ме балалар? Жақсы отырыңыздар, рахмет. Жақсы балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз, лексикалық тақырыбымыз рухани байлық, грамматикалық тақырыбымыз сөздердің көп мағыналылығы. Жалпы балалар, рухани байлық деген сөзді қалай түсінесіздер? Кімнің жанını қалай түсінеді? Өз ойларыңызды айтсаңыздар, бір-екі адам. Шырайлым айта қойыңыз. Адамның ішкі жан дүниесі. Ішкі жан дүниесі деп білесіз, иә? Жақсы, тағы да кім айтады? Адамның ойы. Рухани байлық еркіндік. Еркіндік, жақсы. Жалпы балалар, ішкі жан дүниесі, яғни адамның ішкі жан дүниесін біз қалай көреміз? Жай ғана түріне қарап көре аламыз ба? Көре алмаймыз. Айдос айта қойыңыз. Адаммен сөйлесу барысында, қатынасу, мысалы үшін сабақта отырып, әңгімелесу арқылы адамның рухани байлығын білуге болады. Өте жақсы. Яғни іс-әрекеттермен сөйлесу арқылы біз адамның жан дүниесіне үңіле аламыз, иә? Рухани байлық дегеніміз, яғни бұл адамның жан дүниесі, өзінің дамуы, өзінің жетілуі, өзінің тәрбиесі, жағымды қасиеттері, яғни барлық жағынан біз адамды таныған кезде, оны біз рухани бай, немесе рухани бай емес деп айта аламыз, иә? Өкінішке орай, балалар, қазіргі кезде көп осы рухани бай деген сөздің мағынасын түсінбейтін адамдар бар. Яғни біз материалдық байлықты бірінші орынға қоятын адамдар бар. Сіздердің іштеріңізде сондай адамдар бар ма? Жоқ, рухани байлық өзімен өзі келеді. Бірінші материалды бай болуымыз керек деп. Жоқ, себебі рухани бай болмасаң, сен еш нәрсеге ерісе алмайсың. Мысалы үшін рухани байлық сенде болмаса, материалды байлыққа жете алмайсың. Дұрыс. Ол үшін де ақыл керек, иә? Материалды бай болу үшін. Адам материалды жағынан емес, рухани жағынан бай болса ғана толық, нағыз адам саналады. Алайда бұл түсінік санда көмекшеленіп жатқан сияқты ма? Қалай? Ел жұртын көпшілік ақша мен дүние қуып, ішсем, жесем, киініп, байлығым бас киімге де артық көп болса екен деп тер төгіп еңбек ететін сияқты. Осындай мақсатта өмір сүріп, адамның ішкі рухани және дүниесін қандай деңгейде екен деген ойға қаласың. Бұрынғы кезде ата-аналар мен ұстаздың кітапты көп оқыңдар, әдебиет сүйіп, одан рухын алыңдар. Ертеңгі күні өмірлерін сан қатпарға бұрылған жолдардан сәтсіздік ұғынбайды. Дұрыс жол